Тоқтап, мені тандың ба? Мен Рональдоның баласымын дейді ғой. Ту, не саған атамның басы саған. Ол мені боқтаған үшін мен оның аккаунтын взломать етіп алдым. Ал ол болса мені өлтіретінін айтты. Аккаунтымды қайтар дейді ғой маған. Болмаса папамның адамдарын алып өлтіріп кетемін деймін. Ойбай, нағыл дейтін ау. Ал енді маған Рональдомын деп біреу жазып тұр. Бүгін оны да жазалаймыз. Ал онда уақыт созбай кеттік. Сен ба менің баламның аккаунтын ұрлап кеткен? Аккаунтын взломать етіп алыпсың ғой. Еще оны ютубқа салып қойыпсың. Мені танып тұрған шығарсың. Бұл мен Рональдо деп маған кішкентай 7-8 жастағы бала Рональдомын деп жазып жіберді. Рональдоның баласымын, біреу Рональдомын деп жазып мазамды алады. Мен ұйықтайын деп жатсам Рональдомын деп неге менің мазамды аласың? Қазір менен сен жазаңды аласың. Мына бір жазалап жібермесек болмайын деді ғой. Рональдо аға, сіз ба? Точно сіз ба? Аға, аваңыздағы фотоңызды жіберіңізші. Достар, мына кішкентай баланың айтқан сөзіне сеніп қалғандай мынаны алдырып көрейікші, реакциясын көргім келіп отыр. Мен Рональдомын. Сен ба менің баламның аккаунтын взломать етіп алған? Қайтар тез аккаунтын деп маған өзінің фотосын жіберіпті. Мынаны қараңдар, достар, мынаны қараңдар. Аватаркасына қойып қойған фото. Мынау мені тупой санай ма? Мынау фото, достар, мынау фото интернетте тұрған фото ғой. Еще оны бетін алғанда, мынандай домалақтың ішіне бетін былай жабыстырып қойған ғой былайынан. Бірлейді. Кішкентай бала десе, кішкентай бала жынды ғой мынау дейтінші. Қалжыңдап жатыр, мен қуасың өзің, мені кішкентай бала деп ойлайсың. Сен айтқан сөзінен сеніп қаласың. Мән саған Рональдо. Мен ұрлап кеттім жа. Інің ба, қарындасың ба, кім соның аккаунтын мен взломать етіп алдым ау. Шотан, сол өзіңені боқтады, аккаунтын толқын взломать етіп алдым. Егер шынында Рональдо болса, бұл аккаунтын қайтып кетіп енді Рональдо болатын болса, 1-2 миллион аккаунт алып бермейм ба? Бізге 1-2 миллион теңге болса, оларға ол 1-2 теңге секілді ғой. Сенбесең қой, мен Рональдомын. Проблема керек па? Айтпейді. Адамдарын алып өлтіріп кетемін деймін ау. Ойбай, нағыл дейтін ау. Енді папасы охранниктерін жіберем, сені өлтіріп кетеді деп тұр. Екеуі ойлатып алған ба, бір бәле секілді достар. Сол үшін аккаунтын қайтар дейді. Бір қоймадың ғой, аккаунтын қайтар, бүйт, сөйт деп. Аккаунты қатты керек болса, давай бірге бір ойнайық. Егер мен ұтсаң, аккаунтын қайтып берем. Ұтылып қалсаң, сенің аккаунтыңды взломать етіп аламын. Болды, ұтылып тұрмын деп ойлай берсей, мен Free Fire компаниясын сатып алғанмын. Қазір сені олар әдейі өлтіріп тастайды дейді. Егер Free Fire'ды сатып алған болса, неге ол аккаунтты менен қайтар деп отыр? Сразу аккаунтты алып ала салмай ма? Или менің аккаунтымды алып ала салмай ма? Жарайды. Қазір мен саған код команда жіберем, кір. Ух ты, Рональдо ағамыз кіріп тұр группаға. Аға, микрофон қосыңызшы. Даусыңызды естігім келіп жатыр. Тұрам. Мен баламның аккаунты қайта салшы. Ойбай, аға, даусыңыз қатты рондап кетті. Ол өзіңіздің даусыңыз ба? Өзімнің оригинальный даусым. Оригинальный даусы. Анау дейтін дауыс алмастыратын программа сондай бір бәле қолданып отыр ғой. То мынандай 7-8 жастағы кішкентай щегол ғой анау дейтін. Рональдо аға, сіз шынымен де Free Fire компаниясын сатып алдыңыз ба? Free Fire компаниясы менікі. Надо будет сенің аккаунтыңды банаттық жер алған. Рональдо аға, егер Free Fire компаниясы сіздікі болса, балаңыздың аккаунтын былай пароль-маролін біліп ала салмайсың ба? Маған жалынып жүргенше. Ошол марқұм, тез қомықташ. Достар, не айтқаның қараңдар, мойы, сөзінен ұстап қалды ғой достар, не айтарым білмей мені боқтап жібергендей. Қазір комнат ашып, мынаны әтәт етпесем достар. Тез бастайшы деп қояды, ол маған ана ешак бас. Ой, көті боқ десе. Ал бастасам бастайын достар, жазалап жібермесем, әтәт қылып жібермесем. Не дейді жаңа? Онда неге Free Fire сатып алған болсаң, балаң аккаунтын паролін алғамайсың деп боқтап жібергендей, не айтарым білмей. Достар, примерно көті ашып кетті ғана кішкентай баланың. Кеттік достар. Ойбайшы, өткізтемей қойшы, өліп қаламын. Мынау дейтіне бодагонды болса да нормально қояды екен ғой, Рональдо. Қазір көтіңді айырып жіберіп, Рональдо. Күте тұрыңдар достар, болды. Мен ашуландым.
Бұл бала мені ойнай алмайды деп ойлаған шығар, Бергелеш. Мен сенге жазалаймын не? Бері келші, мен сені жеймін. Ойбаш. Өліп қалды достар, Рональдо өліп қалды. Көзін айырып жүргенсің ғой. Басында шылқ-шылқ, денесінде шыпыдан кеткенсің ғой, өліп қойған ғой. Еба. Артық айырылу болсын, не дейміз достар? Болды, осы жолы енді дигілмен өлтіреміз. Бергел онда. Көті болып ұсталмай қалған түрін қарасай. Ой, Рональдо. Өліп қала салғандай жатсын қарасай достар. Рональдо десе. Қолыма дигілімді алдым. Өзімнің жақсы көретін аружанды. Ол мынаяқтан шығар. Ай, көті болып. Рональдо. Ойнай алмайды екен ғой. Мына бала ойбай, мен мақтанет шығар деп ойласам. Мә ойнай алмайды екен ғой. Мә достар, неге осындай кішкентай кидоктардың барлығы ойнай алмайды? Ойбайшы. Өтірік айтам, сөзімді айтып алам. Бұл балар нормально ойнайды екен. Рональдо нормально ойнайды екен. Мен просто сендерге жаңа қалжыңдап айтып едім. Ойнайды екен ғой, нормально ойнайды екен ғой. Кеттік енді айырайық болды. Мен оған беріліп жүрсем, фора беріп атсам, мен бұл балаға ше. Мында келе Рональдо. Рональдо. Тағаса жібермей адамға деп ойлап едім мен. Ойбайшы. Ятып қалды адамды. Ятып қалды. Чердолик не ұқпақ бұл. Кәні достар бар. Лайкты пұтырлатып 10 мыңға жинап тастайшы. Атомиканы Рональдодан ұтылып қаламын. Ал достар, мен сендерге сендім. Барлықтарына рахмет. Нетіп алсам мұқты ойнаймын. Наңғарандырға. Әні. Әні. Чотам ба? Рональдо. Көзіңді айтсадың ба? Рональдо. Бұл достар, Рональдоның көзін айтсады. Ай достар, бізге қызық емес қой. Рональдо ма, оның баласы ма? Айыра береміз ғой біздерше. Бізге келсе, бірдеңе десе, болды айыра береміз. Аккаунттан ұрлап ала береміз. Бірақ мен мына Рональдоның аккаунтын ұрламайды шығармын. Не істеймін бұның аккаунты? Ботский аккаунт. Дымы жоқ шеш. Бөтсіз шыққан аккаунт. Ой, құршайш ұқорымдан. Жапсып алдың ғой сендер. Клик сияқты. Барайш, зажимать етіп қинап өлтірек та бұл баланы. Көзін айыру жібергенсің ғой. Зажимщик, бля, қайтадан баста дейді. Уже отмазкалары кетіп жатыр да, зажимщик деп. Ладно, қайтадан бастайын. Бірақ бұл жолы чисто басқа ататын қойшы, достар. Чисто басқа ататын қойшы. Вообще ананы жазалап жібермесем, енді зажим деп айта алмайтындай қылып мен мұнаны жазалап жібермесем. Осы ойыннан кейін тағы да зажимщик десем, мені үйіне барып тұрып өлтіріп кетемін. Рональдо бар ғой. Рональдо емес, өйтіп айтпай қой, кішкентай баланы. Кішкентай бала ғой мынау дейтін, Рональдо емес қой. Так, ойбайшы. Мен навыгым не алмасып кеткен ба, Менде бұндай навык емес. Барсай, құрсай бар, демалсай бар. Достар, бірақ менде мынандай навык емес еді ғой. Сендер барлықтарың мен ультиматум навыгын білесіңдер ғой, достар, дұрыс па? Менде ультиматумда вуконг тұратын еді ғой, білейін, біреу навыгымды алмастырып тастаған. Ладно. Жаңа айтты, Free Fire компаниясын сатып алдым деді ғой, может, Free Fire компаниясын сатып алдым, мен навыгымды алмастырып тастаған шығар, тақта білеміз. Так, бергеле, Рональдо. Дегенде, ой, көтіп уже менен қорқты да қашты ғой мұны. Білеймін, вуконг па деп ойлап қала беремші, достар. Но қаяқта жүреді, чорт десе. Эй, мамасының баласы, Рональдо десе. Мамасының баласы. Достар, барлықтарын комментарияға. Мамасының баласы деп жаз кетіңдер өтініш. Бәрін комментарияға. Өтпей ұрып қалыңға мен. Ой, мамасының баласы өлтіріп кеткенін қарасыз. Авкоп тұрған кезде өлтіріп кетеді ғой. Бәрін комментарияға мамасының баласы деп жаз кетіңдер, достар. Бабырас, бәрін толтырып спам етіп кетіңдер, достар. Мамасының баласы. Ой, достар, бүгін па деп ойлап қала береміз, Бареш, мамасының баласы, Рональдо. Көтін айырып тастайсың да, Ай, ой, ешак бас, достар, тупой екен оны отанға. Құршы бар, ойнамайын болды дейсі. Бұл, достар, мен қайтадан бетіп қабағымды үйіп алайын, айыра мен точно. Мерекенім мұнда. Мамасының баласы. Яқтасың ел? Ой, бірлі, мұнау дейтін достар. Шит жазылағында бір бөлі ғой, маңғарым бөлі ботский
аккаунт деп қоясың ғой, отмазка. Қазір айтамын достар. Просто прикол ғой. А то айыптаймын, білесіңдер ғой, просто беріліп жатырмын. Болды еш. Мен мынау бала дейтіне үндемеген сайын қатты кетіп бара жатыр ғой. Ойбай. Қас. Болды достар, мен ашуландым, мынаны қараңдар. Ол ешақпасын яқта жүр екен. Басына 62 бір қададым. Дигілді қолыма алам. Бүйтемін да. Ол блин, көті бо. Мәмәсінің баласы Рональдо. Ай достар, соң кездері хедшот қадау дейтін слишком оңай өтіп кеткенші. Слишком оңай өтіп кеткені. Тем более мынандай Рональдо мен Рональдоның баласына хедшоттар вообще четко қадалады. Ой, емой, бүкінге ойлап қала бердім ғой әш. Бергелі мұнда мәмәсінің баласы. Әне? Бот, көтін айтсайсың да, смело ғой біз үшін, смело ғой достар. Чо там, Рональдо, енді қандай отмазка айтасың, чо там? Біләсі нахуй, читкі ойнадың. Ай, достар. Білә, баламның аккаунтын. Тоқсаң, балаңның аккаунтын қайтарып берем. Ол қандай өлең, айт. Ұнасы Instagram асалам. Онда тыңда Рональдо. Мамасының баласы. Бітем нахуй, өлеңді көзіңе тұр. Достар, не болды мынау, ё-майо. Күшті өлең ғой достар, айтыңдаршы, хотя бы сендер достар мына өлеңімді хит қылып беріңдерші. Ана Рональдоның аккаунтын бұзламайды етпей-ақ қояды. Ол не істейміз оның аккаунтын? Уровень 2 бейшара. Мына аккаунтын не істеймін мен, ё-майо. Қой таста. Мына Рональдоның аккаунтын ұрламай-ақ қойып, өзіне қалсын.